Lay lay mening aynalıp korsan Faydan gana kimisi faydan Geçarman bir kaybam Sakkara wine Ağanın müzik boz Sağlık jatayın Ağanın müzik Жүрген сол арасында екі Ассалаумағалейкум армысыздар ардақта ағайындар, құрметті Түркістан халқының қазақ жұртшылығының көлік сүйері қауымы. Мінекей бүгін 10 тамыз 2023 жыл Түркістан қаласындағы Алтынбұлақ автокөлік базарына түсірілуге келіп отырмыз. Бүгінгі біздің түсіріліміздің қолқапшысы Түркістан Тұран кілем жуу орталығы. Видеоның астына ұялы телефон қалдырамыз. Мұнтаздай тазалықтың кепілі Тұран кілем жуу орталығы ағайындар. Мінекей көлік базардағы алғашқы түсірілім мопед, электро мопед дейді, электро тоқпен жүретін. Бір зарядтағанда қанша километрге жүреді? 40 километр жүреді. 40 километр. 40 километрге дейін шақырымға дейін кепілдік бар дейтін. Анау велосипед сияқты айдауға да болады ма? Иә. Бағасы қанша деп отырсыз? 120 мың теңге бағасы. 120 мың теңге дейтін мінекей. Көріп отырсыздар. Көп айдалмаған ба? Bir ay ayдалған. Bir ay айдалған дейді. 120 мың теңге сатамын дейді. Нөмірін қара 707 тапты. Телефон айтты, телефон. 705 875 289 289 21 14 14 ұялы телефонда хабарласуға болады. 120 мыңға мопед алам деушілерге. Мінекей көрермендер, Түркістан қаласында көлік базар түсіп жатқан кезде мінекей шұғыл сауда көліктері тапсырыс келіп түсті. Мінекей түсіріп беріңізші деген түсіріп жатырмыз. Xpander Cross Mitsubishi автокөлігі, спорттық режимдегі көлік, салондағы көлік Индонезияда құрастырылған екен. Колесодағы бағасы 12 миллион 500 мың теңгеге көрсетіп тұр. Ал шұғыл сауда болғандықтан 10 миллион 700 мыңға мінекей бағаланып тұр. Пакеті алынбаған. Екі көлік бар. Қазақстан тіркеуде. Мінекей көрінісі осындай. Екі көлікте сатылады. Екі көлік жаңа салондағы көліктер. Бастапқы бағасы 10 миллион 700 мың теңге ағайын. 7 орындықты, бик багаж бар екен, кнопка, сос бар. Басқа да мемлекеттерге емін-еркін кіріп шығуға мүмкіндік тудыратын құрылғылар, push start, cruise control, артқы жетегіндегі камерасы да бар екен, тонировка, Европолик дейді мінекей. 10 миллион 700 мың теңге салоны таза ағайында. Мінекей келесі екінші көлікті де түсіріп кетейік. Мокрый асфальт дейді бұны. 10 миллион 700 мыңнан ағайындар. Келісім бағасы бар. Пакеті алынбаған. Қызығып жатсаңыздар ұялы телефонды қалдырамыз. Мекен-жай Түркістан қаласында. Жағдайы жақсы. Мультируль басқармадағы 7 орындықты Xpander Cross автокөлігі ағайында. Мінекей артқа қазір салон брейк түсіріп кетейік, содан ұялы телефонда айтамыз. Артын ашамыз. Мінекей багаж бөліктері ағайындар. 7 орындық мінекей. Пленкалар алынбаған 1, 2, 3, 1, 2, мінекей 3, 5, 6, 7 орындық мінекей. Бұл орындықтарды майстер багаж етсек те болады. Және орындықты көтеріп, адам отырғызу да болады. 7 орындық бизнес класстағы көліктер. Дискісі титановый, Индонезия мемлекетінде құрастырылған екен. 2023 жылғы Mitsubishi автокөлігі. Ұялы телефоны 8701 648 47 54 ұялы телефонына хабарласуға болады. Келесі заводской газ. Бензин емес қой? Иә. Газ екен, Sonata, Hyundai Sonata. 2019 жылғы шығарылған Корей мемлекеттік сборка деп айтылып жатыр. Кожный салон, былғары салон іштегі подогрев сиденье бар екен, орындық жылытқышы, кондиционер, арнайы электропакет екен мінекей. Мульти басқармадағы көлік рулінде кнопкалары бар, таза, шанағында ешқандай майысқан жерлер жоқ, жұмыс қажет етпейді. Бағасын қанша деп отырсыз? Бағасы 9 миллион 800 мыңға бағаланып тұр. 10 миллионның үстіндегі көлік ағайындар. Колесоға қарасаңыздар 10 миллионның жоғары
жазылып тұр. Ұялы телефоны 8 701 648 47 54 ұялы телефоны. Қызығып жатсаңыздар хабарласыңыздар. Ешқандай ұрылған, соғылған жерлер жоқ, сүйегі таза. Келесі көлік Largus автокөлігі. Жылы қандай Largustың? 2018 жылы шығарылған. Барлық жабдығымен ағайындар. Механика екен. 1.6 қой. 1.7 бензин. Бағасын 4 миллион 400 мың теңге ағайындар. Полный комплектация 4 миллион 400 мың теңге. Ұялы телефоны жаңа қайталап айтамыз. Ұялы телефоны 8 701 648 47 54 ұялы телефоны. Largus автокөлігі мінекей. Шанағында майысқан жерлері жоқ, жөндеу жұмыстарын қажет етпейді. Дайын көліктердің бірі. Қызығып жатсаңыздар, хабарласыңыздар ағайындар. Ең арзан көліктер колесодағы, байланысқа шығып, қызығушылық танытып жатсаңыздар, хабарласуға болады. 2107 2007 жылы шығарылған 1.7 инжектор дейді. 1 миллион 200 мың теңге бағасы. Түсі ақ, тіркеу Қазақстандікі, бояу өзінікі. Ұялы телефон 8 775 610 55 55 ұялы телефон. Түсі ақ. Келесі Opel 93 жылы шығарылған 2 қозғалтқыш күші механика 1 миллион 200 мың теңге дейді. Мына екі көліктің егесі бір, бағасы да бір екен, 1 миллион 200, 1 миллион 200 мың теңге. Ұялы телефоны, осы телефон 8 775 610 55 55 ұялы телефонына хабарласуға болады. Opel мен ВАЗ 2107 іздеп жатсаңыздар, хабарласыңыздар ағайындар. Келесі көлік Mercedes тіркеу Қазақстандікі 2.2 қозғалтқыш күші отын түрі газ бензин екен. Бағасы 1 миллион 500 мың теңге дейді. Келсін бағасы бар. Ұялы телефоны 8 747 248 23 17 92 жылы шығарылған Mercedes мінекей. Шанағы майыспаған, жағдайы жақсы. Келесі көлік ВАЗ Chevrolet Niva дейді. 2007 жылы шығарылған 1.7 механика. Бағасы 1 миллион 700 мың теңге. Ұялы телефоны 8 771 255 27 69 ұялы телефонына хабарласуға болады. Chevrolet Niva 2007 жылы шығарылған 1.7 қозғалтқыш күші. Бағасы 1 миллион 700 мың теңге. Шанағында майысқан жерлері жоқ, дегенмен лак бояуды қажет етеді. Жағдай осындай ағайындар. Тіркеу Қазақстандікі. Келесі Niva тіркеу Қазақстандікі 4 доңғалағы тататты 2007 жылы шығарылған 1.7 қозғалтқыш күші. Бағасы 1 миллион 700 мың деп тұр. Айналдыра түсіп кетейік. Осындай көлік. Шаруа көлік екен. Колесода бар. Шанағында азын-аулақ бояуларды қажет етеді. Шанағында жұмыстары бар екен. Ұялы телефоны 8 771 563 57 56. Бағасы кешіресіз 1 миллион 500 мың теңге келсін бағасы бар дейді. Mercedes тоқ жасыл түсі дискісі титановый екен, 3 миллион 300 мың теңге дейді бағасы. 2.8 қозғалтқыш күші 95 жылы шығарылған. Мінекей дискісі титановый екен. Шанағында майысқан жерлері жоқ, бояуды қажет. Ұялы телефоны 8 701 306 05 50 ұялы телефонына хабарласуға болады. 3 миллион 300 мың теңге бағасы. Келесі шестеркі мінекей Жигули, ВАЗ, тіркеу Қазақстандікі, жағдайы жақсы. Дискісі титановый екен. 1.5 қозғалтқыш күші 2013 жылы шығарылған. Бағасы 1,5 миллион теңгені құрап тұр. Бүгінгі базардағы бағасы ешқандай артық қажетті жұмыстарды етпейді. Телефон айтып бересіз бе? 775 535 0094 0094 ұялы телефонда хабарласуға болады. Салоны таза, жаңа көрдік.
Ешқандай артық әңгімесі жоқ. Келесі көлік ақ түсті тіркеу Қазақстандікі электропакет 2000 жылғы дейді. 1.5 қозғалтқыш күші. Центр замок дейді. 1 миллион 200 мың теңге бағасы. Ұялы телефоны 8775 993 0906. Мінекей моторын бір көріп қойық. Тап-таза моторы. Мінекей салон таза. Мына Android бар екен. Мынандай Android салон орнатқан. Жағдайы жақсы. 1 миллион 200 мың теңге. Келесі Ford Transit адам тасымалдау көлігі тіркеу Қазақстандікі 95 жылы шығарған 2.5 механика дейді. Бағасы қанша деп отырсыз? 1 миллион 250 мың теңге. Телефон айтып жүрсеңізші. 771 626 46 81. 46 81. 81 ұялы телефонына хабарласуға болады. 1 миллион 200 мың жобасы дейді. Келісуге болады. Opel түсі қара. Opel Vectra 91 жылы шығарған 1.8. Бағасы 600 мың теңге. Саудасы бар дейді. Ұялы телефоны 8702 480 82 08 8775 904 43 71. Артық жұмыс қажет етпейді ғой. Тек кузовында, я. Тек Мотор ходовкасы жақсы. Мотор ходовкасы жақсы дейді. Тек жұмысы шанағында ағайындар. Мінекей. Қызығып жатсаңыздар хабарласыңыздар. Келесі көлік Газель автокөлігі тіркеу Қазақстандық екен. 2005 жылы шығарылған газ бензин плита карбюратор дейді моторы. 406-лық мотор. 2 миллион 700 мың теңге бағасы ағайындар. 8776 789 90 90 ұялы телефонына хабарласасыздар. Мінекей жүк көлігі 2 миллион 700 мың теңге бағасы. Хабарласуға болады. Автокөлігі мінекей 7 орындықты отбасылық көлік 6 орындықты десек те болады. 2002 жылы шығарған 2.4 қозғалтқыш күші, отын төрі бензин 4 миллион 900 мың теңге дейді. Мінекей қызығып жатсаңыздар хабарласуға болады. Жүк көлігі 4 миллион 900 мың теңге. Басқа да жолдары қаралған спец вагон көлігі мінекей жағдайы жақсы екен, состояниесі деп айтамыз ғой. Дискісі титаны бейнеу. 4 миллион 900. Ұялы телефоны 8701 646 74 40 ұялы телефонына хабарласуға болады. Мотоциклдерде келіп жатыр, бензинмен жүреді мынау. Анау электромопед бағана түсіріп кеттік. Қанша болды бағасы? Оның бағасы 480 мың. 480 мың теңге. Қанша болды жүрілгені? Жүргеніне 10 километр. Иә, көп болмаған, иә? Көп болмаған. 1000 километр. Иә, 1000 километрде жүрген екен, бірақ жағдай көрініп тұр, жап-жақсы. Жаңа десек те болады. Қызығып жатсаңыздар, телефон айтып жүрсең. 8775 093 77 93. 77 93 телефонына, ұялы телефонына хабарласуға болады. Volkswagen спецвагон ғой бұл, Спец Руннер. Руннер, спец Руннер дейді. Жылы қандай? 95. 95 жылы шығарылған автомат қозғалтқыш күші. 1.8 қозғалтқыш күші 1.8 екен. Жағдай жақсы, шанағында майысқан жерлер жоқ көрермендер. Тіркеу Қазақстандікі. Bir telefon açsan sonra aynalıp bir düşürüp jibireyim. Барлық ақаушылардың бәрі істейтін кнопкалар. 8775 052 95 85. 95-80. Қаншада барсыз базарда барсыз? 2,5 деп атамыз келсін. Болар бағасы 2-3 ғой. 2-де 3 дейді болар бағасы, келісім бағасы бар ағайындар, мінекей. 2-де 5 дейді, 2-де 3-ге берем дейді мінекей. Мінекей, жағдайы жақсы екен. Руннер. Мінекей Opel Vectra ма, Astra ма? Vectra дейді. Жағдай жақсы, шанағында жұмыстар қажет етпейді. Тіркеу Қазақстандық екен. Мінекей моторын бір көрсетіп қойып. Мотор тап-таза. 2 қозғалтқыш күші ағайындар. Механика ма? Механика дейді. Салон тап-таза. Жылын айтып жүрсеңіз жылын? 96 жылы. Салон таза. Шанағы таза екен. Механика. Айырбақтары бар. Айырбақтары бар. 2 қозғалтқыш күші. Мінекей.
Bagaj таза екен, жақсы. Жалпы көрермендер осындай көлікке қызып жатсаңыздар, телефон нөмір жазып қалдырған. Мінекей 8701 698 39 55 ұялы телефонына хабарласуға болады. Қызығып жатсаңыздар көлік. Бағасын бір айтып жіберсеңізші. Екі өйдеп тұрды, сауда бар ғой, саудаласады ғой. 2 миллион дейді, базарда баға саудасы бар көрермендер. Кобальт автокөлігі 21 жылы шыққан ақ түсі. Тіркеу Қазақстандікі. 1.5 қозғалтқыш күші, базардағы бағасы 5 миллион 600 мың теңге деп тұрағандар. Келісім бағасы бар. Ұялы телефоны 875 793 97 33 ұялы телефоны. Осы ұялы телефон хабарласуға болады. Кобальт автокөлігі 5 миллион 600 мың базардағы бағасы. Ешқандай артық жұмыстар қажет етпейді. Шанағы майыспаған, бояу көшпеген. Hyundai Starex дизель ғой, объем 2.5. 2.5 жылы қандай? 2002 жылы шығарылған екен, жағдай жақсы. Салоны таза, қазір айналдырып бір түсіріп кетеміз. Бағасын қанша дейсіз? 2,5 миллион теңге. Саудасы бар, келісім бағасы бар. Телефонды айтып жіберсеңізші. 271 314 04 14 14 314 04 14 04 14 міне. Телефонына хабарласуға болады ағайындар. Hyundai Starex 2,5 миллион теңге дейді. Шанағында жұмыстары қажет етеді, лактар жағу керек, лак көшкен. Бір-екі жерлерінде жалпы көрінісі осындай ағайындар. Бірақ жағдай жақсы. 2,5 миллион теңге.